Оқы, жатта, рахаттан марафонының 5-ші күніне қош келдіңіздер. Және өздеріңізді құттықтап қойыңыздар. Сіздер нағыз білімге құмар және де бастаған ісін соңына дейін аяқтайтын керемет қатысушыларсыздар, керемет ізденімпазсыздар. Және де бүгінгі сабағымыз жылдам оқудың жылдам оқусыз 2 лайфхагына арналады. Яғни қалайша ақпаратпен жұмысқа уақытымызды үнемдеуге болады, соған байланысты сөйлесеміз. Бірінші лайфхак компьютердегі SwiftRed деп аталатын қондырғыны өздеріңіздің компьютерлеріңізге орнатып алу. Соның арқасында әрбір сөздер тез экранда ауысып отырады да, сіздер соларды көру арқылы жылдам оқи алатын боласыздар. Ал екінші тәсіл аудио кітаптарды 2-3 есе жылдам тыңдау арқылы жылдам тыңдау және оқу. Яғни мысалы сізге бір көркем әдеби кітапты үй тапсырмасы ретінде берген екен, ендеше сіз оның аудиосын тауып алып, телефоныңызға жүктеп алатын болсаңыз, және де мынадай 2 бағдарлама арқылы жылдам тыңдайтын болсаңыз, онда уақытыңызды үнемдейсіз. Бұл 2 бағдарлама мынадай. Android'та Smart Audiobook Reader деп аталатын бағдарлама, және де iOS-та, яғни iPhone-дарда MP3 Audiobook Player деп аталады. Осы бағдарламалармен қалай жұмыс жасау керек, қалай қондырғыларды өздеріңізге қондырсаңыздар болады. Соған байланысты осы видеоның жалғасында инструкция нұсқаулық көре аласыздар. Ал мына жердегі бір сипаттаманы ала салайық. Мынаны алдымда мен жанын бастым. Жанын басқан кезде SwiftRed Selected Text деген шықты. Осын бастым. Енді вуаля. Қазір сіздер жылдам оқитындарыңызға көздеріңіз жеткізесіздер. Енді оны орнату үшін не істейсіздер? Қайтадан Chrome Web Store'ға кіресіздер. Осы жерде не деп жазасыздар? SwiftRed деп жазасыздар. Міне, осындай жалғыз ғана бағдарлама бар. Соны орнатасыздар. Сөйтіп, кез келген мақаланы ашқан уақытта, оны былай белгілеп алған соң, жанын басқан уақытта, оны жылдам оқи беруге болады. App Store'дан MP3 Audiobook Player дейтін бағдарламаны жүктеп аламыз. Сол жерде жылдамдықты арттыратын жер бар. Сол арқылы аудио кітаптарды 5 есеге дейін жылдам тыңдай аласыздар. Осымен марафонымыз мәресіне жетейін деп қалды, және де марафонға қатысты пікірлеріңізді міндетті түрде жазыңыздар. Біз әрбір пікірлеріңізге қуанамыз, және де сіздердің ойларыңыз біз үшін өте маңызды. Сонымен қоса, егер де оқу жылдамдықтарыңызды тағы 10 есеге арттырып, есте сақтау жылдамдықтарыңызды кемі 5 есеге арттырғыларыңыз келсе, сіздерге жылдам оқу және есте сақтау курстарымыз көмектеседі. Оған байланысты ақпарат алдағы уақытта сіздерге жіберілетін болады. Сонымен 5 күндік марафонымыз аяқталды. Сау саламатта болайық.